Енді бұл қақты жаятын материалдарға келер болсақ, мынандай мебельдің беті жылтыры да болады, сәл жылтыр еместері де болады. Бірақ май жағып жіберсе болады бұған. Соған жайса болады. Мынандай қалыңдықта, әртүрлі қалыңдықта болады. Көбінесе осы. Бұнымен многоразовый болады. Қайта-қайта пайдалана беруге болады. Бетіне майды жұқалап жағып, керемет тіп түзу идеальный болады. Осы жаңағы гелевый, бұл да керемет, жақсы шығып тұр. Бұны тек тегіс жерге қою керек. Жер теп-тегіс болса, керемет әдемі шығады. Және мынау мына ыдысқа жасауға болады. Беті тегіс, теп-тегіс болу керек, ешқандай бедері жоқ. Бұған болады. Және мынаны жолдасым әкеп берді бердім осыны. Бұл ең үлкен қағаз, калька, карандашный дейді, тағы басқа да калькалар бар екен. Канцелярский магазиндарда сататын. Соны бекерден бекер жасаған екен. Соншама ақшаны шығын қылып. Бұны енді киім тігуге калька дейді. Киім тігуге арналған қағаз, көшіретін. Астындағы сызбалар барлығын көріп тұрады, бетіне шығып көріп тұрады. Соғысына жолдасыма кальканы әкеп бер деп қалаға жұмсап, Алматыға. Оны бекер ысырап қылыппыз. Енді оны киім тіккенімде пайдаланам. Ал мынау енді жаңағы пергамент алдында көрсеткен. Бұған май жақса да, жақпаса да, бұл неше түрлі болады шығар енді пергамент. Бірақ мынаумен мынаған жабысып қалды. Мынаған да жабысып қалды, міне мынау калькаға. Енді мынау қатты бұған болады. Май жағып жіберсе керемет жақсы болады. Және мынау жаңағы жылтыр дастарханға бұған да жайса болады. Мына мебельмен айналысатын кісілер осындайларды лақтырып тастамай жасауға болады, осындай кептіретін.